Саламатсыздар ма, құрметті 36-шы топ студенттері. Мен Алматы облысы Райымбек ауданы Саржас кәсіптік техникалық колледжінің өндірістік оқу шебері Исімбеков Ерсұлтан Омарханұлы. Бүгін кезекті онлайн дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы кернеуі 10 киловаттқа дейінгі ауа желісін монтаждау. Сабақтың мақсаты кернеуі 10 киловаттқа дейінгі ауа желісін монтаждау жұмысын меңгерту. Электрлік ауа желісі деп ашық ауада әртүрлі тіректер конструкцияларда орнатылған электрлік энергияны тасымалдауға және таратуға арналған қондырғыларды айтамыз. Электр тораптарын кернеу бойынша төменгі вольттық және жоғарғы вольттық деп бөлуге болады. Арналама бойынша тораптар қоректендірушілер және таратушылар болып бөлінеді. Қоректендіруші желі деп таратушы пункті немесе қорек орталығынан электр энергияны ұзындығы бойынша таратпай, қосалқы станцияны қоректендіретін желіні айтады. Таратушы желі деп трансформаторлық қосалқы станциялардың қатарын немесе тұтынушылар электр қондырғыларына келетін кірмелерін қоректендіретін желіні айтады. Жалпы электр тарату желілері оқшауланбаған және оқшауланған сымдармен жасалған ауалық және кабельдік болып бөлінеді. Ауа желісінің негізгі қиыстырмалық элементтері сымдар, тростар, бағандар, оқшаулағыштар және желілік арматуралар болып табылады. Сымдар электр энергияны жеткізуге арналған. Желіні найзағайдың асқын кернеулерінен қорғау үшін тіректердің жоғарғы жағында сымдардың үстінен трос жайтатқыштары орнатылады. Оқшаулағыштар сымдарды бағаннан оқшаулайды. Желілік арматураның көмегімен сымдар оқшаулағышқа, ал оқшаулағыштар бағандарға бекітіледі. Кейбір жағдайларда ауа желісі сымдары оқшаулағыштармен желілік арматураның көмегімен инженерлік ғимаратқа кронштейндер арқылы бекітіледі. Ауылдық электр тораптарында сымдар үшін материал ретінде негізінен мыс, алюминий және болат пайдаланылады. Мыс оқшауланған ішкі тартылымда және ауа желілерінде сирек қолданылады. Өйткені ол жоғары өткізгіштік қасиетке ие. Мыс сымдар әртүрлі заттардың химиялық әсерлеріне жақсы қарсы тұра алады. Яғни ол ауада тұрып, тот басып, одан әрі бүлінуден қорғалады. Ал алюминий мысқа қарағанда өткізгіштігі төмен және беріктілігі аз. Ол да ауада бұзылудан қорғалған, яғни сыртқы изоляциясы бар. Алюминий ішкі тартылымдар мен ауа желілерінде қолданылады. Аз жүктелген ауылдық ауа желісін болаттан жасалған сымдармен орындауға болады. Болаттың өткізгіштігі мыс пен алюминийге қарағанда төмен. Болат алюминийден жасалған сымның іші болат, ал сырты қабаты алюминийден жасалған оқшауланбаған сымдар. Ол ауылдық ауа желілерінде кеңінен қолданылады. Өздерің байқасаңдар, біздің ауылдағы ауа желілері осы болат алюминийден тартылған. Болат сымдар механикалық жүктемені көтереді, яғни оның салбырау деңгейі аз болады, ал алюминий электрлік және механикалық. Оқшауланбаған сымдар ауа желісі үшін бір талды және көп талды болып орындалады. Бір талды сымдар көлденең қимасы 10 мм-ге дейінгі мыстан және диаметрі 5 мм-ге дейінгі болаттан жасалады. Бірақ ауылдық ауа желілерінде мыс пайдаланылмайды. Бір талды алюминий сымдарды ауа желісінде пайдалануға болмайды. Көп талды сымдар жоғарыда аталған барлық 3 материалдан жасалады. Оларды қималары бірдей сымдардан дайындайды. Сымдар саны 7, 12, 19 немесе 37-ге тең. Құрметті студенттер, бүгінгі онлайн дәрісіміз осымен аяқталды. Үй тапсырмасы бақылау сұрақтарына жауап беріп, көп талды сымдар қай жерлерде қолданылатынын жаз. Түсінбеген сұрақтарың болып жатса, WhatsApp немесе Classroom бағдарламасы арқылы тақырып астына сұрақ қойып, кері байланыс орнатуларыңызға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.